زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق. العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، бүгін сол алдында бастан тақырыпты жалғастырамыз. Сол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама ерекше қасиеттерінен, яғни хосойсун наби саллаллаху алейхи ва саллама. Және де алдыңғы сабақта біздер айттық, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллама хосойстары, яғни ерекше қасиеттері, жеке оған ғана түскен шарғи үкімдерді Хафиз ан-Науи төртке бөлген. Біріншісі, пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама байланысты уажиб, парыз, міндет болған нәрселер. Екіншісі, пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама тыйым салынған, жеке оған ғана тыйым салынған нәрселер. Үшіншісі, пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама тек оған ғана яғни рұқсат етілген нәрселер. Және де төртінші, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама жалпы артықшылықтары, фазилеттері мен артықшылықтары. Біздер сол осы төрт бөліктің біздер біріншісін бастап қойған едік алдыңғы сабақта. Ол пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама уажиб болған, парыз болған міндеттер, жеке оған ғана үмбетіне парыз болмаған, тек қана пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама парыз болған уажиб міндеттерді бастап қойған едік. Соларды жалғастыра отыра Хафиз ан-Науи айтады: "Ва минху қадау дейни ман мата ва алейхи дейнун ва лам юхаллиф вафаан" дейді. Яғни пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама жеке парыз міндет болған нәрселерден дейді Хафиз ан-Науи, яғни басқа пайғамбар мұсылман үмбетіне парыз емес, тек қана пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама парыз нәрселерден дейді қадау дейни ман мата ва алейхи дейнун ва лам юхаллиф вафаан. Егерде кім қарызы бола тұра қайтыс болған болса, және де қарызын жабатын мал мүлкі болмайтын болса, сондай адамның қарызын жабу пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи ва саллама міндет болған екен. Міндет болған. Бұны Хафиз ан-Науи имам Муслимда келген хадиске сүйене отыра айтып тұр. Абу Хурайраның хадисі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама айтады: "Ана аула бил муъминина мин анфусихим". Мен момындарға, яғни иман келтірген адамдарға олардың өздерінен де жақынырақпын дейді пайғамбар Мұхаммад. "Фаман туффия минал муъминина фатарака дейнан фаалейя қадаууху ва ман тарака малан фали варасатихи" деп айтады. Сондықтан мұсылмандардың қайсы бірі қайтыс болатын болса, және де сол адамда қарыз қалатын болса, мен сол қарызды өтеу маған міндет деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам Сахих Муслимда хадисте айтады. Яғни бұны ғалымдар айтады, яғни басқа хадистерде қарайтын болса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама мысалы қарызы бар адамға жаназа намазын оқымаған. Ал бұл хадисте келетін болса, мен қарызын өтеп беремін деп тұр пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Және де бұл менің міндетім деп тұр пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Бұл хадистерді қалай жинаймыз? Бұл хадисті жинауда ғалымдар айтады, бізде насх деген нәрсе бар. Яғни шарғи үкімнің бірі жойылуы. Яғни насих ва мансух деген бап бар. Усул фиқта немесе мусталаул хадисте оқылатын баптардың бірі. Яғни кейбір шарғи үкімі жойылады екен. Кейбір шарғи үкімдердің үкімі жойылады екен. Осы яғни үкім, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама қандай да бір мұсылманда қарыз болатын болса, соған жаназа оқымайтын болған, және де оның қарызын жаппайтын болған. Бірақ уақыт өте келе бұл үкім жойылды. Қашан ислами халифат, ислами ел үлкен болып дамығаннан кейін пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллама және оның сахабалары мұсылмандардың қазынасына көптеген малдар жиналғаннан кейін пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзіне міндет қылып алған нәрсесі не екен? Осындай қарызы бар мұсылмандардың қарызын өтеу болған екен пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам міндеттерінен. Бірақ расында бұл пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллама жеке қасиеттерінен болып табылмайды, есептелмейді. Алайда бұл әрбір мұсылманның патшасына міндет болған нәрсе. Әрбір мұсылмандардың патшасына міндет болған нәрсе. Сондықтан қандай да бір мысалы мұсылманның патшасы егерде адамның қарызы болып қайтыс болатын болса, бұл қарызын өтеу мұсылмандардың қазынасынан бұл не?
сол оның міндеті болып табылады екен. Мысал ретінде осы Сауд Арабиясының корольдігін алатын болсақ, расында осы жерде егерде осы жердің азаматтары қайтыс болатын болса, мемлекет өзі бұлардың қарыздарын өтеп береді екен. Мемлекет олардың өздерінің қарыздарын өтеп береді екен. Не үшін? Осындай сүннет келгендіктен. Осындай сүннет пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама келгендіктен. Және де мен яғни жеке болған оқиғаларды білем, осындай оқиғаларды айтып берген адамдарды да танимын. Расында олардың әкелері немесе туыстары қайтыс болған кезде мемлекет бұлардың қарыздарын жауып берген, және де бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама сүннеті, және де бұл ислами шариғаттың кемелдігіне және толықтығына дәлел. Келесі айтатын нәрсе, яғни бұдан білген нәрсеміз, бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жеке міндеті емес, алайда бұл бүкіл мұсылмандардың патшасына міндет болған нәрсе екен. Уақила кана яқдихи такарруман ла вужубан вал асаху инда асхабина аннаху кана важибан. Яғни кейбір ғалымдар бұны пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам біреудің қарызын өтеген кезде жаңағындай сол адамдарға бір шарапат көрсетіп өтеген болған деп айтады кейбір ғалымдар. Бірақ расында Хафиз ан-Науи айтады, дұрысырағы бұл парыз міндет болған деп айтады. Бірақ біз айтқандай, бұл пайғамбар Мұхаммадқа жеке жаңағы шектелмейді, алайда басқа да мұсылман патшаларына тарала беретін үкім. وقيل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. Және пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам жеке міндет болған нәрсе, егерде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзіне ұнаған нәрсені көретін болса, ол кезде қалай айту керек екен? Лаббайка иннал айша айшул ахира. Ей Аллах, мен сенің алдында тұрмын, шынайы өмір ақырет өмірі деп айту пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам міндеті болған деп Хафиз ан-Науи айтып тұр. Бірақ расында бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам міндеттерінен емес, және де Хафиз ан-Науидің өзінің сөзі оған дәлел. Себебі ол қила деп айтты. Қила деген сөз араб тілінде, яғни араб тілінде сөздердің формасы екіге бөлінеді. Яғни шарғи мәтіндерді зерттеген кезде ғалымдар екі түрлі формада айтады. Бірінші форма бұны айтады сиғату тасрих, яғни ашық анық айтылған нәрсе. Яғни қала айтты, пәленше айтты, пәленшеден келеді, пәленше жеткізіп жатыр. Яғни хаддафа, ахбара, қала деген нәрселер, бұлар сиғату тасрих деп айталады. Бұндайды ғалымдар, егерде ғалымдар кітаптарынан көретін болсақ, бұндай сөз бұл ғалымның жеткізіп жатқан хабардың немесе жеткізіп жатқан үкімнің дұрыс екендігіне дәлел болады деп айтады ғалымдар. Және де екінші форма, екінші сиғату тамрид деп айтады. Яғни ауру формасы. Ол қандай? Ол осындай қила, яғни айтылады, зукиро, зикр етіледі, яғни кім айтады, кім айтты, кім зікір қылды, айтылмайды. Ухбира, яғни осындай хабарлар жетті. Бұның бәрі сиғату тамрид, және де егер де шариғат ғалымдары осындай сиғаны, яғни ауру формасын қолданатын болса, бұл не деген сөз? Оның жеткізіп жатқан хабары немесе жеткізіп жатқан үкімінің әлсіздігіне дәлел болады. Сондықтан Хафиз ан-Науи алды, уақила кана яджибу алейхи. Және де айтылады, пайғамбар Мұхаммадқа парыз болды. Не деп айту? Егер де ұнаған нәрсесін көрсе, лаббайка иннал айша айшул ахира деп айту деп айтады. Яғни Аллах, ей Аллах, мен сенің алдында тұрмын, шынайы өмір ол ақыреттің өмірі деп айту. Сондықтан бұған ешқандай хадис жоқ. Яғни бұған келген ешқандай хадис жоқ. Хадистерде бар, пайғамбар Мұхаммад осыған ұқсаған сөздерді айтқан хадистер бар. Мысалы Хандақ соғысында, яғни ор қазған соғыста пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам осындай сөздерді айтқан. Бірақ оған міндет болды, парыз болды деп айтуға ешқандай бір сүйенетін негіз хадис жоқ. ومن هذا الضرب أرغر حافظ النووي жалғастырып. ومن هذا الضرب في النكاح أنه أوجب عليه تخير نسائه بين مفارقته واختياره. Және де пайғамбар Мұхаммадқа жеке міндет болған нәрселерден никах мәселелерде, яғни алдыңғы сабақта айттық, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама көбінесе жеке үкімдері, пайғамбарға қатысты жеке үкімдер көбінесе некемен байланысты. Сондықтан Хафиз ан-Науи айтты, бұл баптарды ғалымдар неке кітабының алдында келтіреді, фиқ кітаптарында неке кітабының алдында келтіреді екен. Сондықтан қарайық, ол айтады, некеге байланысты уаджиптары, міндеттері пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Солардың бірі
өзінің әйелдеріне таңдау берген пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам. Қалайша, немесе қаласаңдар менімен қаласыңдар, қаламасаңдар кете берсеңіз сізге не осындай таңдау бар деп пайғамбар Мұхаммад өзінің әйелдеріне айтқан екен, және де бұл міндет парыз болған екен дейді. Айтады хафизанау ва қала баъду асхабина кана хаза тахиру мустахаббан. Кейбір шафии ғалымдары нағыл деп айтқан, бұл таңдау мустахаб болған, яғни парыз емес, сүннет болған дейді. Уассахиху уджубуху дейді. Ал дұрысырақ пікір хафизанау айтады, бұл парыз болған, міндет болған дейді. فلما خيرهن اخترناه والدار الآخرة فحرم الله عليه التزوج عليهن дейді. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өздерінің әйелдеріне осындай таңдау берген кезде оның әйелдері пайғамбар Мұхаммадты таңдап қиямет күнін таңдаған. Сондықтан Аллах субханаху ва тағала пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама бұл әйелдерін, яғни таңдау беріліп Аллахтың елшісін және де қиямет күнін таңдаған әйелдеріне Аллах субханаху ва тағала олардың үстіне басқа әйел алуды тыйым салған пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама. Және де уатабаддулу бихинна, немесе оларды ауыстыруға тыйым салған Аллах субханаху ва тағала. Не үшін? Мукафаатан лахунна аля хусни саниихинна. Себебі Аллах тағала осылайша жаңағы әйелдеріне пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалама таңдаған және де қиямет күнін таңдаған әйелдерге осылайша жаңағындай сый ретінде және де сауап ретінде пайғамбар Мұхаммадқа осыны тыйым салып, Ахзаб сүресінен ал деген ла яхиллу лака ан-нисау мин ба'ду ва ла ан табаддала бихинна мин азваж деп айтады. Осыдан кейін саған басқа, яғни осы әйелдерден кейін саған басқа әйелдер алу, ей Мұхаммад, тыйым салынады деп айтқан. Және де бұл әйелдеріңді өзгертуге тыйым салынады деген. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл таңдауы оған парыз болғандығы туралы Құранда келеді. Аллах тағала Құранда айтады: "Қулли азважика ин кунтунна туридна ал-хаята ад-дуnya ва зинатаха фата'алайна уматти'укунна ва усаррихкунна сарахан джамила" дейді. "Ва ин кунтунна туридна Аллаха ва расулаху ва ад-дара ал-ахирата фа инна Аллаха адда лил-мухсинати минкунна ажран азима" деп айтады Аллах субханаһу ва тағала. Ей пайғамбар, әйелдеріңе айт дейді, егерде сендер осы дүниеге қызыққан болсаңдар, немесе дүниенің әшекейлеріне, зейнеттеріне қызыққан болатын болсаңдар, онда келіңдер, мен сендермен ажырасайын, және де сендер осы дүниенің артына ере беріңдер деп айтқан пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама. Ал егерде сендер Аллах пен оның елшісін таңдаған болсаңдар, және де қиямет күнін таңдаған болсаңдар, олай болатын болса, Аллах тағала сендердің жақсылық қылатындарына ұлы сауаптар, үлкен сауаптар дайындап қойған деп айтқан. Осыны пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама өзінің әйелдеріне айтқан кезде, сол кезде көбісі нағыл деп айтқан, көбісі расында біздер Аллахты, оның елшісін және қиямет күнін таңдаймыз деп айтқан. Және де Айшаға радиаллаху анха пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама осыны айтқан кезде, бар әке шешеңмен ақылдас осы туралы деп айтқан кезде, Айша радиаллаху анха нағыл дейді: "Афи хаза астамиру абавайя", мен осы мәселеде енді әке шешеммен ақылдасайын ба дейді. Расында мен Аллахты және де оның елшісін және де қиямет күнін таңдадым деп Айша радиаллаху анха айтады. Осылайша пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама әйелдері Аллахты, оның елшісін және де қиямет күнін таңдап пайғамбар Мұхаммадпен бірге қалады. Сондықтан бұларға сауап ретінде Аллах тағала не дейді пайғамбар Мұхаммадқа: осыдан кейін сен басқа әйелдер ала алмайсың деп айтады, саған тыйым салынады, және де бұл әйелдеріңді ауыстыруға саған тыйым салынады деп Аллах табарак ва тағала Ахзаб сүресінде айтады екен. Расында бұндай таңдауды пайғамбар Мұхаммадтан басқа еркектер жасай ала ма деген сұрақ болатын болса, расында жасай алады. Бұл не? Бұған рұқсат етіледі. Бірақ та, мысалы бір кісінің жағдайы жоқ, әйелі соған сабыр қыла алмай жатыр, ол кісі келіп айтады: "Әйелің, егер шыдаймын десең менімен қала аласың, шыдамасам мен саған талақ беремін, ажыраса аламыз" деп айта алады да, мысалы.
Бірақ та бұл мәселе пайғамбар Мұхаммадқа не нәрсе жеке міндет, пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам бұл уәжіп, міндет болған, парыз болған. Ал басқа мұсылмандар жасаса жасады, жасамаса жасамады. Яғни бұл таңдауы бар. Баракаллаху фикум. Ары қарай Хафиз ан-Науи айтады: "Сумма нусиха литакуна ал-миннату лирасулиллахи саллаллаху алейхи вассалама битарки тазаввуджи алейхинна. Фақала Аллаху та'ала: инна ахлална лака азваджака аллати атайта уджурахунна" деп айтқан Аллах субханаху ва та'ала Ахзаб сүресінде. Хафиз ан-Науи айтады: бұл үкім, яғни Аллах тағала пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи вассалама сен бұл әйелдердің үстіне басқа әйелдер ала алмайсың, саған тыйым салынды деген үкімді жойды деп айтады Хафиз ан-Науи. Бұл үкім жойылды, бұл мансух. Не үшін? Минна, бұл жердегі міндет кімге болу үшін? Аллахтың елшісіне болу үшін. Аллахтың елшісіне болу үшін. Яғни бір пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама бір өзі қаламай бір әйелдерді ұстап тұрмасын, алайда өзі қалап сол әйелдерді өзімен бірге ұстап тұрсын деп Аллах табарака ва тағала бұл үкімді жояды да келесі Ахзаб сүресіндегі келесі аятты жібереді. Расында біз саған сен үйренген әйелдерді халал еттік, яғни халал еттік деген мағынасы сен олардың үстіне басқа әйелдер ала аласың деген мағынаны білдіреді. Ары қарай Хафиз ан-Науи айтады: "Уахталафа асхабуна хал харума талақухунна ба'да ал-ихтияр, фал асаху аннаху лам яхрум, ва иннама харума ат-табаддулу, ва хуа гайру муджарради ат-талақ" деп айтады. Және де кейбір шафии ғалымдар нағыл деп айтқан, осы аяттан кейін пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи вассалама осы әйелдеріне талақ беру, ажырасу тыйым салынды деп айтқан. Бірақ расында Хафиз ан-Науи айтады: бұл не? Бұл тыйым, бұндай тыйым жоқ. Яғни пайғамбар Мұхаммадқа әйелдеріне талақ беруді ешкім тыйым салмаған. Бірақ пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама оған қарамастан өздерінің әйелімен ажыраспаған және де оларды ауыстырмаған. Ад-Дарбу сани, екінші түр, яғни пайғамбар Мұхаммадтың жеке қасиеттерінің екінші түрі: махтусса бихи минал мухаррамат алейхи лиякуна ал-ажру фи ичтинабихи аксар дейді. Пайғамбар Мұхаммадқа жеке тыйым салынған нәрселерге келдік. Енді Аллах тағала не үшін пайғамбар Мұхаммадқа кейбір нәрселерді тек қана оған ғана тыйым салды? Пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалама осылайша ажыры, сауабы көп болу үшін. Бұларды Хафиз ан-Науи айтады, екі түрге бөлуге болады деп айтыр. Ахадухума, біріншісі фи гайри никах. Никахпен байланысты емес пайғамбар Мұхаммадқа жеке тыйым салынған нәрселер. Және де екінші түрі никахпен байланысты пайғамбар Мұхаммадқа тыйым салынған нәрселер, жеке оған ғана тыйым салынған нәрселер. Солардың бірі аш-ши'r дейді. Ши'r, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға өлең айту, яғни тақпақ айту және де ақындықпен айналысу тыйым салынған. Аллах тағала Құранда айтады: "Ва ма алимнаху ва ма алламнаху ши'ра ва ма янбағи лаху ин хуа илля зикрун ва Құр'анум мубин" деп айтады Аллах субханаху ва та'ала. Біз оған, яғни Аллахтың елшісі пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи вассалама ешқандай бір жаңа тақпақтар немесе өлеңдер үйретпедік дейді. Және де бұл нәрсені оған айту жараспайды деп айтады. Яғни мүмкін емес пайғамбар ондай нәрсені айту. Расында пайғамбардың келген нәрсесі, яғни Құран, бұл не? Бұл зикр дейді, Аллахты еске алу, және де ашық, анық Құран. Мағынасы ашық Құран деп Аллах тағала айтады екен. Және де расында пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама өмір баянын қарайтын болсақ, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама ешқандай бір ақындықпен бір не ерекшеленбеген. Яғни бір өлең шығарып, тақпақтар шығарып ерекшеленбеген пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама бәлкім кейде бір басқа ақындардың тақпақтарының бір жолын ғана оқып қоятын болған пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, және де көбінесе қателесетін болған. Оны оққан жағдайда да пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалама не істейтін болған? Қателесетін болған. Сондықтан пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи вассалама хадистерін, және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам оқып жатқан аяттарды арабтар,
ең көркем араб тілінің иелері сол кездегі Қурайыштар және де басқа жерден келген арабтар пайғамбар Мұхаммадтан саллаллаху алейхи уассалам Құранды, хадисті естіген кезде нағыл деп айтатын болған, біздер сиқыршыларды білеміз, көріпкелдерді де білеміз, ақындарды да білеміз дейді. Бірақ та мынаның айтып жатқан нәрсесі бұлардың сөзі емес деп айтады. Яғни сиқыршылардың сөзі емес, көріпкелдердің сөзі емес, не ақындардың сөзі емес. Расында біз Аллахпен ант етеміз, бұның айтып жатқан, бұның шыншыл екендігінде біз ант етеміз деп арабтарда осылай куәлік берген, және де сол себепті ислам қабылдаған болатын. Яғни бұл пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама жеке тыйым салынған нәрселердің бірі, ол не болды? Ақындық қасиет. Екінші нәрсе әл-хот. Хот деген яғни жазу. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға жазу тыйым салған. Және де бұл нәрсе расында муъжизаның толықтығынан, яғни қалайша пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ақын емес, ақындық қасиеттері жоқ, бірақ осындай Құран сияқты әдемі сөздерді алып келеді. Расында бұл не? Аллах тағаладан. Екіншіден, ол жазып білмейді. Қалайша? Және жазып және де оқып білмейді. Қалайша ол осындай көркем мағыналы сөздерді, яғни айтатындай, мысалы, ол бұрынғы ахл китаптардың кітаптарын оқыды деп те айта алмайды адамдар. Ал Құранды қарайтын болса, Құранда расында ақылдарды таңғалдыратын нәрселер бар. Сондықтан бұл Аллах тағаланың муъжизасының кемелдігінен деп айтады адамдар, ғалымдар. Сондықтан Аллах табарaka ва тағала ал деп айтады: "Ва ма кунта татлу мин қаблу мин китабин ва ла тахуттуху би яминик изал лартабал мубтилун" деп айтады. Сен, Мұхаммад, осыған дейін, яғни Құран түскенге дейін бір кітап оқымағансың деп айтады. Және де бір кітапты оң қолыңмен жазбағансың дейді. Яғни қолыңмен жазбағансың дейді. Егер сен оқыған болсаң, немесе жазған болсаң, онда сені жалғандыққа шығарып жатқан мушриктер күмәнданар еді дейді. Бірақ оларда күмән болмады. Пайғамбар Мұхаммадтың келіп тұрған Құраны ақиқат екендігіне. Және де басқа аятта Аллах табарaka ва тағала айтады: "Аллазина яттабиуна ар-расула ан-набiyя умми", яғни пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын мақтаған кезде Аллах тағала нағыл деп айтқан, олар сондай адамдар, жазып оқып білмейтін пайғамбар және елшінің артынан еріп жатқан адамдар деп Аллах тағала мақтаған екен. Сондықтан бұл да пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама жеке тыйым салынған нәрсе екен, яғни оқып және жазып үйрену. Үшінші тыйым салынған нәрсе зекет алу. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама зекет ала алмайды және оның ұрпақтары да зекетті ала алмайды. Ол да бір даналықпен тыйым салынған. Не үшін? Адамдар, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама адамдардан ақша жинап жатыр, өзін байыту үшін адамдарды дінге шақырып жатыр деген күмән болмау үшін Аллах тағала закатты пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама тыйым салды. Сондықтан Сахих Муслимда келетін хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам нағыл деп айтады: "Инна садақата ла танбағи ли али Мұхаммадин" дейді. "Иннама хия аусахун нас" дейді. Расында зекет, яғни парыз садақа пайғамбар Мұхаммадтың әулетіне тыйым салынған деп айтқан. Расында бұл нәрсе адамдардың ласынан дейді. Адамдардың ласынан, яғни бұл зекетті пайғамбардың әулеті алудан не істейді? Алыс болу керек деп айтқан пайғамбар Мұхаммад. Және де Абу Дауд пен Ахмадтың жинақтарында келген хадисте пайғамбар Мұхаммад нағыл деген айтқан: "Инна садақата ла тахиллу лана ва инна мавалил қауми минхум". Яғни пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалам ұрпақтары және пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалама сол кезде мысалы босатқан құлдарына да болмайтын болып қалды зекет. Себебі пайғамбар Мұхаммад айтады, садақа, саллаллаху алейхи уассалам, садақа пайғамбар Мұхаммадтың әулетіне тыйым салынған. Ал адамның қол астындағы құлдар, бос етілген құлдар, бұлар адамның отбасынан деп айтады. Адамның отбасынан, сондықтан оларға да тыйым салынған. Және де Айшаға радиаллаху анха Ибн Аби Шейбада келетін сахих асарда Айша радиаллаху анха зекет алып келген кезде Айша нағыл деп айтады, яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам әйелі: "Инна аля Мұхаммадин ла тахиллу лана садақа". Біздер, Мұхаммадтың әулетіміз, біздерге садақа, яғни парыз садақа халал етілмеген.
яғни рұқсат етілмеген деп Айша радиаллаху анха айтады. Бұдан қандай пайданы аламыз? Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама әйелдеріне де садақа тыйым салынған. Неге? Себебі бұл, яғни садақа дегенде зекет, себебі бұлардың пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әйелдері пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама әулетінен. Ары қарай Хафиз ан-Науи айтады: وفي صدقة التطوع قولان للشافعي أصحهما أنها كانت محرمة عليه. Ал нәпіл садақаға келетін болсақ деп айтып тұр Хафиз ан-Науи, Шафии мазхабында екі пікір бар. Яғни біреуінде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам әулетіне нәпіл садақа алуға болады деп айтады, біреуі болмайды деп айтады. Бірақ Аллаху алям, бұл жердегі дұрысырақ пікір сол Шейхул Ислам ибн Таймия және де басқа мухаққиқ ғалымдар, қателеспесем Ибн Базар айтады, нәпіл садақаны пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама ұрпақтарына беруге болады деп айтады. Сондықтан бізде мысалы қожалар бар ғой, қожалар бұлар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама ұрпақтарымыз деп айтады, және олар шежірелері бар. Ал біздер бұларды қожалар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ұрпақтарынан емес деп айтуға бізге болмайды. Себебі бұл адамның руына тіл тигізу болады. Ал бұл нәрсе шариғатта тыйым салынған. Адамның руына тіл тигізу және адамның жаңағыдай әкесіне қатысты емес, немесе атасына қатысты емес, немесе руына қатысты емес, немесе ұлтына қатысты емес деп айту шариғатта тыйым салынған. Сондықтан біз оларға ондайды айта алмаймыз. Сондықтан егерде адамдардың арасында солай таралып кеткен болса, қожалар пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам әулеті деп, ол кезде олар расында біз оны не істейміз, біз оны растаймыз, және де біз оларға шариғаттағы беретін орынды береміз, яғни көбірек құрмет көрсетеміз, егерде олар жаңағындай игілі, сондай тақуалы адамдар болатын болса, және де зекет оларға тыйым салынады. Бірақ садақа, нәпіл садақа олар алса бола береді. Аллаху алям. Хилаф бар, бірақ дұрысырақ пікір бола береді. Аллаху алям. Келесі дейді: "Ва аммал аклу муттакиан ва аклу саум вал басал вал куррас факанат макрухатан лаху гайру мухарраматин фил асах ва қала баъду асхабина мухаррамат." Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама бір жағына сүйініп тамақ жеу, немесе чеснок жеу, немесе пияз, жуа жеу пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам макрух болған деп айтыр Хафиз ан-Науи. Дұрысырақ пікір бойынша деп тұр. Бірақ кейбіреулері бұны харам деген, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам тыйым салынған деп айтқан. Расында пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама жаңағындай сүйініп тамақ жеу тыйым салынды деген пайғамбар Мұхаммадқа ерекше тыйым салынған деп айтуға ешқандай дәлел жоқ. Пайғамбар Мұхаммад тек одан қайтарған, әдептен емес деп, және де өзі де соны ұстанған. Яғни бұл тек қана пайғамбар Мұхаммадқа макрух емес, бүкіл мұсылмандарға макрух болып есептеледі. Яғни жасамағандары дұрыс, тамақ жеген кезде отырып тамақ жеген дұрыс. Дәл солай саумды жеу, яғни чеснокты жеу, немесе пияз, жуаларды жеу, бұл да тек қана пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама шектелмеген, алайда басқа адамдарға да таралады. Қандай шартпен? Бұлар чеснок немесе пияз жеп жамағат намазына келмеу керек. Жамағат намазына келер алдында бұндай тамақтарды жеуге болмайды. Неге? Себебі оның жаман иіс шығып басқа адамдарға зиян келтіреді, бұл адамдардың хушуын құртады, яғни Аллахқа деген бір ықыласын намаздағы құртады. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама сахих хадистен ал дейді: "Ман акала сауман ау басалан фалиятазилна ау лиятазил масаджидана" деп айтады. Яғни кімде-кім жуа, пияз, немесе чеснок жеген болатын болса, бұндай адам біздің қасымызға жоламасын, немесе біздің мешіттерге жоламасын деп пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама айтқан. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама бір рет тамақ алып келді, және сол тамақта жаңағыда піспеген жуа мен чеснок болған кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама ал деп айтқан, жемеген, бірақ оның себебін айтқан. "Фа инни унаджи ман ла тунаджи" деп айтқан. Расында мен сендер сөйлеспейтін
сөйлеспейтін нәрселермен сөйлесем, яғни періштелермен сөйлесем, ал періштелер бұндай иістерді жек көретін болатын. Сондықтан пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жуа піскен түрде иісі кететін кезде кетеді ол, және чеснок піскен түрде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жеген. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам жеген. Сондықтан ол бір уақытта жемей қалған кезде адамдар күмәнданып қалып, олар да жемей бастайды. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам адамдарға шығып мынау деп айтады: "Айюханнас, иннаху лейса би тахриму ма ахаллаллаху ли. Иннама хия шажаратун акраху рихаха" деп айтады. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам: "Ей адамдар, мен Аллах адал еткен нәрсені, халал еткен нәрсені харам қыла алмаймын" деп тұр. Бірақ расында мен бұл тамақтың иісін жек көргендіктен жеймеймін деп айтады. Яғни пияз, жуа, чеснокты пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам осылай айтады. Яғни бұл расында оған тыйым салынбаған, және оның үмбетіне де тыйым салынбаған, бірақ оны жеп жаңағындай адамдардың арасына шығу, немесе мешіттерге шығу бір әдептен емес, бұл нәрсе мұсылманға жараспайтын амал. Сондықтан бұндай нәрсені немесе сол намаздардан кейін жасау керек. Ал мешіттің жамағатына бұндай нәрселерді жеп бармаған дұрыс. Және бұл пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам жеке бір үкім болып есептелмейді. وَكَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا لَبِسَ لَامَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ وَيُقَاتِلْ وَقِيلَ كَانَ مَكْرُوهًا وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهُ деп айтады. Және пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам жеке болған нәрсе, жеке тыйым салынған нәрселерден қандай екен? Егер пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам қару жарақтарын алып, соғыс киімін киген болатын болса, қайтадан соғыс алаңынан қайту пайғамбар Мұхаммадқа тыйым салынған. Және бұл нәрсе тек қана оған емес, бүкіл пайғамбарларға тыйым салынған нәрсе болып есептеледі. وقال بعض أصحابنا تفريعا على هذا أنه كان إذا شرع في تطوع لازمه إتمامه. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға тағы да бір жеке тыйым салған нәрселер, егер пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама бір мұстахаб амалды бастайтын болса, соны тамамдау, соңына дейін жеткізу оған парыз болған. Яғни бұны үзуге болмайды. Мысалы, бізге мұстахаб нәпіл оразалар ұстап, біздерге бұзу бұны рұқсат етілген шариғатта. Яғни хадисте келеді, ас-сойму султану нафсихи деп келеді. Яғни ораза ұстаушы адам өзінің оразасының сұлтаны деп келеді. Яғни қашан аш жібергісі келеді, ашады. Нәпіл оразаға қатысты ол. Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам болатын болса, егер де бір нәпіл амалға кіріскен болатын болса, сол нәпіл амалды соңына дейін орындап тамамдау керек деп айтады. Бұл нәрсе оған парыз міндет болды. Бірақ расында оған ешқандай дәлел жоқ. Сондықтан Хафиз ан-Науи өзі айтады, «Уахада даиф» дейді. Бұл әлсіз нәрсе. Бұл әлсіз нәрсе. Бірақ та оған жеке болған нәрселер келеді. Егер де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама бір амалды жасаған болатын болса, нәпіл амалды, сол амалды әрдайым жасау оған парыз болып кететін болған. Бұл пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама жеке бір қатысты нәрсе. Мысалы, ол бірде зухр бесін намазының 2 ракат түсінетін оқи алмай шұғыл болып қалады да, содан кейін сол 2 ракат намазды асыр намазына кейін оқитын болады пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама. Яғни бір рет оққан, содан кейін сол 2 ракатты тастамай күнде оқи беретін болған. Ғалымдар бұны нақ деп айтады, бұл пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама жеке міндет болып есептеледі. Яғни бір нәпіл амалды жасайтын болса, сол нәпіл амалды әрдайым жасау пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама жеке міндет болып есептеледі деп ғалымдар айтқан. وكان يحرم عليه مد العين إلى من متع الله به الناس من زهرة الدنيا. Және пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама Аллах тағала бір адамдарға дүниенің жақсылықтарын ашып беретін болса, жаңағыдай байлық беретін болса, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бұл нәрсеге бір үміттеніп қарауға тыйым салынған. Бұл пайғамбар Мұхаммадқа жеке тыйым салынған деп Хафиз ан-Науи айтады. Бірақ расында бұл тек оған емес, бүкіл мұсылмандарға да тыйым салынған нәрсе. Аллах тағала айтады: «Вала тамудданна айнайка иля ма маттa'на бихи азважа минху захратал хаяти дуния» дейді. Линафтинахум фих дейді. Аллах тағала айтады, адамдарға
біз берген дүниенің әсемдіктеріне сен көзіңді яғни үміттеніп оған қарама деп айтады Алла субханала тағала. Расында біз оны не үшін бердік? Бұларды сынау үшін бердік деп Алла субханала тағала Құранда айтады. Және бұл үкім тек қана пайғамбар Мұхаммадқа байланысты емес, саллаллаху алейхи уассалам, алайда бүкіл үмбетіне байланысты. Сондықтан бірде Умар радиаллаху анху пайғамбар Мұхаммадтың үйіне кіреді. Пайғамбар Мұхаммад болатын болса, бұның жатқан төсегі біз сияқты қазір үлкен матрастар емес, немесе көрпелер емес, бұның төсегі хасир деген, қазақшасын білмеймін, циновка деп айтады, орысшасы циновка. Сондайда жататын болған, яғни қатты ағаштардан тоқылған, яғни төсеніште пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама жататын болған. Және де бұл төсеніш пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалама денесінде із қалдыратын болған. Умар радиаллаху анху осыны көріп жылайды. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама, ислам мемлекетінің басшысы, патшасы, осындай халде Умар осыны көріп жылайды. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад не үшін жылап жатсың деп айтады. Ол айтады, сен дейді пайғамбарсың, Аллахтың елшісің саллаллаху алейхи уассалама. Ар жақта Кисра болатын болса, яғни парсылардың патшасы, ар жақтағы кім жаңағындай Кисра немесе Херақл, жаңағы Римдердің патшасы, бұлар қандай бір дүниемде рахаттанып өмір сүреді дейді. Ал сен болсаң, сенің жағдайың осы деп жылаған Умар. Сол кезде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама Умарға нал деп айтады: "Ауа фи шаккин анта я Умар?" Сен күмәнданып тұрсың ба дейді. Яғни біздің ақиқатта екендігімізде дейді. "Аля тарда ан такуна лахумуд дуния ва лана ал-ахира" деп айтады. Сен бізге ақырет біздікі болғанын, ал дүние олардыкін болғанымен разы болмайсың ба деп Умар да айтады. Сол кезде Умар өзінің дұрыс емес жасағанын түсінеді. Яғни бұл пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама жағдайы. Және бұл нәрседе бізге де бір өнеге бар, және де бізге бір сабақ бар. Қазіргі кезде балдардың көбісі, немесе мұсылмандардың көбісі дүниеге кірісіп, өмірін сол дүниені көбейту үшін сүріп жатыр. Ал расында біздер қандай болу керекпіз? Дүниені ақырет үшін біз қана қолдану керекпіз. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама сияқты. Сондықтан бұның өмірі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өмірі, оның сахабалардың өмірі ең бақытты өмір болып есептелген. Неге? Себебі олар жүректерін дүниемен байламаған. Ал қашанда адам дүниемен жүрегін байлайтын болса, бұл құриды, берекесі қашады, дұрыс ұйықтамайды, құлшылықтармен дұрыс айналыспайды, адамдарға залымдық жасайды, ақыларын бермейді, және де сондай ақыретіне де аз нәрсесін қалдырып қояды. وحرم عليه خينة الأعين وهي الإيماء بالرأس أو يد أو غيره إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوهما على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. және де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама خائنة الأعين тыйым салынған. خائنة الأعين деген не ол? Ол ішіңде бір адамға, яғни бір нәрсе болып тұрады да, сен оны көрсетпейсің. Ішіңде бір адамға бір не болады, яғни қалай жек көрініш болады, сен оны көрсетпейсің да, бірақ қасындағы достарыңа көзіңмен көрсетесің, қолымен көрсетесің, немесе ол кеткеннен кейін сөйлейсің. Бұндай нәрсе пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам тыйым салынған. Және де бұл расында басқа мұсылмандарға болады өйтіп жасауға, бірақ расында бұл нәрсе бір еркекшілікке, мұсылманшылыққа жараспайтын нәрсе. Бірақ шарғи үкімі болады. Бірақ бәрібір бұндай әдістерге адам не істемеген дұрыс, қолдамаған дұрыс. Яғни біреуге жақсылық айтып тұрасың да, өзің бірақ хойнатул а'юн деген не ол? Көздің қиянаты деген сөз. Хойнатул а'юн көздің қиянаты. Біреуге жақсылық айтып тұрасың да, өзің досыңа қарап көзіңмен өсіп қоясың. Яғни алдап жатырмын, мен ондай емеспін деп та. Түсінді ме? Бұл нәрсе негізінде пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам жеке тыйым салынған. Басқа адамдарға бұл рұқсат етіледі, бірақ бәрібір адам бұл нәрсеге, бұндай төмендікке түспегені дұрыс. Баракаллаху фикум. Келесі айтып жатқан нәрсе Хафиз ан-Науауидің وَكَانَ لَا يُصَلِّ أَوَّلًا عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا وَفَى لَهُ ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا ثم نسخ ذلك وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده.
яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама бастапқы жағдайда оған жаңа қарызы бар адамға жаназа намаз оқу тыйым салынған болатын деп тұр Хафиз ан-Науи. Содан кейін бұл үкім жойылды деп тұр. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалама ислам мемлекеті үлкейген соң бұндай адамдардың қарыздарын өзі өтейтін болғанда және де оларға жаназа намазын оқитын болған. Біз мана айтып кеткендей. Осымен бүгінгі сабақты бітірдік. Яғни біздің бітірген нәрсеміз пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама жеке тыйым салынған нәрселердің ішіндегі некеге байланысты еместері. Осыларды оқып біттік. Келесі сабақта пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама некеге байланысты тыйым салынған нәрселерді өтеміз. Содан кейін үшінші түрі ол пайғамбар Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалама жеке рұқсат етілген нәрселер. Және де соңғы өтетін нәрсеміз пайғамбар Мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалама кейбір жеке артықшылықтары. Және осымен кітап бітеді. Иншалла бір немесе екі сабақта бітіп қалу керекпіз. Бейзниллахи таала.